Қызғалдақ қыздар клубына 10 жыл. 1 қараша педагогика және психология факультеті клуб мерейтойын атап өтті. Шараға ардагер ұстаздар мен оқытушылары, білімгерлері, клуб жетекшілері мен негізін қалаушы қызметкерлері қатысты. Мерекелік кеште дәстүр бойынша клубқа 1 курс білімгер қыздарды қабылдау рәсімі болды. Қызды қырық үйден тыю деген мағыналы сөз бар қазақта. Аталмыш клуб осы бағытта қызмет атқарады. Бойжеткеннің тәрбиесіне, жүріс-тұрысына аса мән беріп, еліміздің салт дәстүр мен әдет ғұрыптарын біліп қолдануға үйретеді. Бүгінде клуб мүшелері түрлі семинар тренингтерге қатысып, өздері де университет арулары үшін тәрбиелік мәні зор жиналыстар өткізіп отырады. Шара барысында қызғалдақтай құлпырған қыздар әуелете ән салып, дәстүрлі би биледі. Тәтті күйлерімен көпшілікке мерекелік көңіл-күй сыйлады. Әртүрлі тақырыпта киіне білуде өнер, сыйласу атты сырсандық, әдет ғұрыпты білесіздер ме? Тыйым сөздердің мағынасы қандай? Одан кейін денсаулық зор байлық жөнінде әртүрлі пікірталастар, әртүрлі кездесулер, әртүрлі лекциялар тыңдадық. Бізге әр қоғам қайраткерлері келіп, кездесу өткізіп, қыздарға өздерінің тілектерін, өздерінің пікірлерін айтты. Біздің қыздар үшін бұл үлкен мәртебе деп білемін. Самала Шербекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.